Саламатсыздар ма, құрметті ұстаздар. Қазір мен сіздерге шаблондарды өзіміздің сабақтарымызға, ашық сабаққа немесе жай сабаққа қалай қолдану керектігін үйрететін боламын. Енді қараңыздар, мынау біз PowerPoint-та тұрық. Бұл PowerPoint-тың 2019 жылғы нұсқасы. Төбеде меню жолағы бар, мысалы вставка, рисование, конструктор деген сияқты. Сол меню жолағында ең бірінші батырма файл. Сол файлды басамыз. Одан кейін үшінші батырма, міне артқа қарай, главное, демек үшінші батырма создать деген батырманы басамыз. Осы жерде мынау менің қолданған шаблондарым мысалы ретінде. Енді мына жерге біз поиск шаблон и тем в интернете дегенге математика деп жазуымызға болады. Осылай белгі бір салаға байланысты шаблондарды тауып алуымызға болады. Мына жерде математикаға арналған шаблондар өте аз екен, сондықтан басқа бір жолын көрсетейін. Мына жерде предложение для поиска деп астында кішкентай жазумен жазылып тұр, жирныймен. Соның қасында презентации темы образования деп тұр. Осы образованияны таңдайық. Қараңыздар. Жүздеген шаблондарды бізге шығарып қойған. Көріп тұрсыздар ғой, Осының кез келгенін таңдап, сіз өзіңізге слайд жасауыңызға болады. Мысалы, мына жерде шаблон теста для русскому языку веселые человечки дейді. Осыны ашып көрейік. Толық экранға ашамыз. Мынадай екен мысалы ретінде. Астына түсірсек, қараңыздар, мына жерге сұрақ жазасыздар. Мына жерде неправильный ответ, правильный ответ, неправильный ответ. Көрдіңіздер, Осы шаблондарды өздеріңіздің игіліктеріңізге қолдансаңыздар болады.